Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қаламқас өте оңай әрі дәмді болып шығатын финчуза салатымның рецептімен бөлісетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін финчуза салатым. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен бізге ет қажет болады. Етімізді жақсылап жуып, сосын етімізді соломка етіп турап алыңыздар. Сосын біз ыдысымызға кішкене сұйық майымызды құйып, сосын етімізді жай отта бұқтырып қуыратын боламыз. Майымызды құйдық. Енді соломка етіп туралған етімізді салып, бұны бетін жауып қойып, бұқтырып қуырыңыздар. Бір-екі араластырып қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, сосын бізге бір пияз қажет болады. Бұл жай отта бұқтырылған кезде бір пиязымызды майдалап турап, бұны да қуыратын болады. Мұны қараңыздар, суы тартылып, етіміздің кішкене сарғайған кезінде тұз салып жібереміз кішкене, сосын бағанағы пиязымызды майда етіп туралған пиязымызды салып, бұны да қуыратын боламыз. Қатты отта қуырып жүрмеңіздер, жай отта бұқтырып қуырыңыздар. Сонда еттеріңіз жұмсақ әрі сочный болып шығады. Бетін жауып қойдық. Енді бізге балғын қиярымыз қажет болады. Балғын қиярымызды ұзынша етіп, соломка етіп тураймыз. Балғын қиярымызды да ұзынша етіп, қатты ұсақтап жүрмеңіздер. 3 бөлікке, 4 бөлікке бөліп, бұны да соломка етіп турап ыдысымызға сабаламыз. Енді бізге болгар бұрышы қажет болады, тәтті бұрыш. Болгар бұрышымызды да ұзынша етіп, жіңішке етіп турап алыңыздар. Бұны қуырмаймыз, соның үшін жіңішке етіп турайтын боламыз. Қызыл болгар бұрышының енді сары болгар бұрышын да соломка етіп турайтын боламыз. Әрі ерекше дәм береді, ерекше көрініс береді болгар бұрышы да. Енді мына қараңыздар, етіміз, пиязымыз қып-қызыл болған кезде бұны кішкене су құйып, тағы да бұқтыратын боламыз. Сонда жұмсақ болады. Енді ыдысымызға финчузамызды салып, бұны су құйып, финчузамызды дайындап аламыз. Қайнап тұрған суды құятын боламыз. Бұны 5 минут, 6 минут қойсаңыздар болды. Одан көп қойып жүрмеңіздер. Қайнап тұрған суымызды құйып, батқанша қойсаңыздар болды. Сосын бетін жауып қоямыз. Енді біз бір чеснокты, бір тіше чесногымызды, біреу, екеу, немесе 2-3 майда етіп турап, бұны да мына қазанымызға етіміз дайын болуына 5 минут қалған кезде, қараңыздар, қып-қызыл болып етіміз дайын болды. Енді чесногымызды салып, бұны да бетін жауып, бір-екі араластырып жіберіп, бетін жауып қоямыз. Сосын укропымызды майдалап тураймыз. Бағанағы болгарскийімізді, огурцимізді барлығын укропымызды салып, сосын бір сәбіздімен теркадан өткізіп, кішкене тұз салып, араластырып қойдым дайындап. Енді бұны бір шетке қойып, бағанағы финчузамыз дайын болды. 5 минутта дайын болды. Көп қойып жүрмеңіздер, езіліп кетеді. Сүзіп алып, сосын бұны мұздай суға жуып алдым. Сонда крахмалдар кетіп, жылтырап тұратына жуып алдым. Сосын бағана болгарскийімізді, огурцимізді, сәбізімізді салдық. Сосын етімізді де салып жердім. Өте тез әрі ерекше дәмді болып шығатын финчуза салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап
көріңіздер, отбасыңызды қуантыңыз. Міне дайын болды. Ас болсын.